Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 32-ші сабақты өтетін боламыз. Жаңа видеоларды көру үшін колокольчик батырмасын басып, каналымызға тіркеліп қойыңыздар. Суретте екі бұзық баланы көріп тұрмыз. Біреуі жаяу жүргіншілер жолында ролик теуіп келе жатыр, ал екінші бала автобуста жасы үлкен адамдарды итеріп, қолайсыздық тудырып тұр екен. Балалардың қайсысы әдептілік сақтамады деп ойлайсың? Әрине, екі балада тәртіпсіздік көрсетіп тұр. Себебі жасы үлкен адамдарды, жасы кіші балаларды құрметтеп өзін дұрыс ұстау керек. Сонда ғана сен де адамдардың мейірім құрметіне ие боласың. Жаяу жүргіншілер жолында неліктен ролик тебуге болмайтынын дәлелде. Жол ережесіне сәйкес велосипед, ролик пен жолдың келесі бөлігіне өту үшін түсіп қолына ұстап өту қажет. Себебі өте қатты жылдамдықпен келе жатырған көлік сізді көрмей қалуы әбден мүмкін. Қауіпсіздікті сақтау әрбір жүргіншінің міндеті. Көліктен шығар кезде жолаушыларға айтатын сөздерді тыңда. Менің шығуым керек, өтіп кетуге бола ма? Келесі аялдамада түсесіз бе? Өтінемін, өтіп кетуіме бола ма? 52-ші жаттығу қоғамдық көлікте өзін қалай ұстау керектігі туралы ережені толықтырып жаз. Үлкендер мен балалы әйелдерге орын беру керек. Телефонмен айқайлап сөйлесуге болмайды. Қатты күлуге немесе жылауға болмайды. Қасында тұрған адамдарды итеріп, дөрекілік көрсетуге болмайды. Балағаттауға болмайды. Өзіңнің осы ережені бұзған кезің болды ма? Жоқ, автобуста өзімді барынша дұрыс ұстауға тырысамын. Үлкендерге орын бермеген балаларға қандай ақыл айтар едің? Өзің де өсіп үлкен кісі боласың. Сол кезде қазіргі жасаған жақсылығыңды өзге балалар саған да жасайтын болады. 53-ші жаттығу өлеңді оқы. Балақайды жұбаты бек, апай айтты рахмет. Малды өріске ұзаты бек, атай айтты рахмет. Көк шыбықты құлаты бек, айтпады ешкім рахмет. Бейсебай кіріспай ұлы. Өлең не туралы? Алғыс білдіру туралы айтылған. Рахмет деп қай кезде айтады? Қандай жағдайда айтпайды? Өз ойымен бөліс. Жақсылық жасаған кезде ғана алғыс, рахмет айтылады. Ал бұзықтық жасасан, ешкімнен қолдау күтудің қажеті жоқ. 54-ші жаттығу көшіріп жазып, өзің қалаған сөздермен диалог құра. Рұқсат етіңіз, мархабат етіңіз, мүмкін болса, ренжімесеңіз, мақұл, қалауыңыз білсін деген сөздер. Ренжімесеңіз, сіз маған орын бересіз бе? Мақұл, отыра қойыңыз. Сіздің жол сөмкеңіз ауыр көрінеді. Рұқсат етсеңіз, мен алып отырайын. Қалауыңыз білсін. Бұлардан басқа әдептілік білдіретін қандай сөздерді білесің? Рахмет, өтінемін, оқасы жоқ, кешірім сұраймын, рұқсат болса, кедергі болмаса, алғыс білдірем деген сөздер бар екен балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Барлық сабақтар арнамызда шығып отырады.